Саламатсыздар ма студенттер? Қызылорда облысы Арал қаласы Арал индустриалды техникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Тұрахметов Наурыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы органикалық жылу оқшаулағыш материалдар. Сабақтың мақсаты органикалық жылу оқшаулағыш материалдармен танысу. Органикалық жылу оқшаулағыш материалдар шикізат түріне байланысты екі топқа бөлінеді. Табиғи органикалық шикізат негізіндегі материалдар және полимерлер негізіндегі материалдар. Органикалық шикізат негізіндегі көптеген материалдар тез шірейді, жәндіктермен бұзылмайды және жанбайды. Сондықтан оларды көбінесе тақталар, антисептиктер, антипирендер түрінде өңдейді. Фибролит бейорганикалық тұтқыр зат және ағаш түгінен дайындалатын тақталы материал. Ағаш түгін арнайы білдектер көмегімен сүрек қалдықтарынан ұзындығы 300-500 мм, ені 4-7 мм, жұқа және тар ленталар түрінде алады. Ол тез өңделеді, суыққа және ылғалға төзімді, ашық отта жанбайды, зиянкестермен және жәндіктермен бұзылмайды. Орташа тығыздығы бойынша фибролит 250-500 кг метр куб аралығында маркаларға бөлінеді. Оның иілуіндегі тығыздық шегі 0,15-1,80 мегапаскальды құрайды және жылу өткізгіштігі 0,8 және 0,10 ватт. Шатырасты жабындарды қалқандар мен қаңқалы қабырғаларды оқшаулау үшін пайдаланады. Бұл суретте көріп тұрғандарыңыз фибролит құрылымы және фибролит тақталары. Арболит сүрек қалдықтарынан жасалатын толтырушылардағы жеңіл бетонның әртүрлілігі. Органикалық толтырушылар әртүрлі шығарылады және бөлшектерінің формалары да әртүрлі болады. Арболит тығыздығы 700 кг метр куб, жылу өткізгіштігі 0,10-0,22 ватт, тығыздығы 0,15-3,5 мегапаскаль. Биотөзімді, қиын жанады, суыққа төзімді, жеңіл өңделеді. Оны өздігінен көтерілетін және ілінетін қабырғаларды, қалқандарды тұрғызу үшін қалқандарда және әртүрлі мақсаттағы жабық ғимараттарды жылу оқшаулағыш материалдар ретінде пайдаланады. Көріп тұрғандарыңыз арболит. Пластмассадан жасалған жылу оқшаулағыш материалдар өндірісінде шикізат ретінде жылу пластикалық және жылу реактивті полимерлер, газ тудырушы және ісінетін заттар қолданылады. Осылардың барлығы төмен орташа тығыздыққа, жоғары тұйық борпылдақтыққа ие. Бұл жақсы жылу оқшаулағыш қасиеттерді қамтамасыз етеді. Пенополистирол және экструдирленген пенополистирол төмен жылу өткізгіштікке және тығыздыққа ие. Олардың тығыздығы ұзақ уақыт бойы айтарлықтай жүктемелерді көтере алатын материалды құрылымдылық элемент ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Пенополистиролдың ылғал тартқыштығы және су жұту қасиеті төмен. Пенополистирол кемшілігіне оның бу өтімділігі өте төмен болуы жатады. Сондықтан ол тасты үйлердің желдетілген фасадына және ағаш фасадтарын жылытуға қолданылуға ұсынылмайды. Пенополистирол және экструдирленген пенополистирол ылғалды күрделі жүйелердің жылу изоляциясы үшін, ғимараттың жерасты бөліктерін, қабырғаларды, жерасты мекемелерін жылу оқшаулау үшін, сэндвич түрінде металл және темірбетонды үш қабатты құрылыстарда, суыту техникасында ғимараттарды жабуда, құбырларды оқшаулауда қолданады. Көріп тұрғандарыңыз көбік полистиролды пайдалану. А суретіндегі шешілмейтін қалып, Б суретіндегі еңісті шатырды жылыту, В суретіндегі құбырларды жылыту. Пенофоль және фольгопласт. Бір немесе екі жағынан алюминий фольгасымен көбіктенген полиэтилен негізіндегі жылу оқшаулағыш. Материал таза алюминийдің жоғары жылу көрсеткіш қасиеттері бар ауа көпіршіктерінің жылу оқшаулағыш қасиеттерін біріктіреді және таралудың барлық үш жолында жылуды тоқтатады. Бірегей өнім болып табылады.
қабырғаларды, едендерді, шатырларды жылу, бу оқшаулау үшін, сонымен қатар жертөле мекемелері үшін, ауа өткізгіш құбыр өткізгіштер үшін қолданылады. Монша мен саунаға жақсы материал болып табылады. Жұқа иілгіш, ылғал жұтпайды. Жылу энергиясының 97%-ын қабылдайды. Көріп тұрғандарыңыз пенофоль. Материал жуандығы 2-10 мм арасында болады. Пайдалану температурасы 60 және +200 градус аралығы. Назар аударғандарыңызға рахмет.